Айтайын деп отырған оқиғам университетке алғаш түскен жыл басталған. Сол жылы көптеген қиыншылықтарға тап болдым. Атап айтсам, әкем мен анам ажырасты. Менің итім өліп қалды. Сол күндер өте қайғылы күндерім еді. Бір аптаның ішінде 2 рет көлік апатына ұшырадым. Сондай-ақ сол жыл досым дүниеден өтті. Осының бәрі көкейімде көптеген сұрақтарды тудырды. Мен не үшін жүрмін? Өмірдің мәні не? Неге таңда тұруым керек? Неге уайымдаймын? Неге диванда отырып жай ғана теледидардан қалағанымды қарамаймын? Өмірдің мәні, өмірдегі мақсатым туралы ойлануым ақиқатты іздеуіме себеп болды. Өзім австралиялық болғандықтан алдымен христиан дінін үйрене бастадым. Менің 2-3 христиан досым бар еді. Солармен шіркеуге барғаным есімде. Ол жиын өмірімде қатысқан ең күлкілі жиындардың бірі болды. Бәрі өлең айтып жатты. Сөздерін білмесем де мен де бір нәрсе айтып тұрдым. Олардың дауыстары әдемі болса да, бірақ сырт көзге біртүрлі еді. Шіркеудегі адамдар маған "Құдай сені жақсы көреді" деп жатты. Құдай мені жақсы көре ме? Онда неге итім өліп қалады? Дедім ішімнен. Субханалла. Сонымен христиан дінін үйрене бастадым. Ол діннің көптеген тармақтарын байқадым. Католиктер, англиялық баптистер, поптар, пасторлармен сөйлесетін едім. Бір байқағаным, сұрақтарымды осы поптарға қойғанымда, сұрағымның жауабы "Міне бауырым" деп Інжілден еш көрсеткен емес. Сұрағыма өз ойларынан, пікірлерінен жауап айтатын. Христиан дінінің көптеген түсіндірмелері барын және көптеген адамдар оны өздерінше түсінетінін байқадым. Бір шіркеудегі поп сұрағыма былай десе, басқа шіркеудегі поп оны терістеп басқаша жауап айтатын. Кейін ойлана бастадым. Інжіл біреу, бірақ түсіндірмелер неге сан алуан? Сол кездерде 1-ші курс студенті едім. Жанармай бекетінде де жұмыс істеп жүрдім. Жұмыстастарымның бірі индуизм дінін ұстанатын үндісі еді. Жұмыс кейде бір уақытқа түсетін. Маған бәрі қызық еді. Жұмыстасыма: "Досым, басып біл, бұл қандай құдай? Неге бұл құдайдың басып білдікіндей?" дейтін. Ол маған "Бұл Ғаниша" дейтін. Мен оған "Неге құдайына арыстанның немесе басқа жақсырақ бас таңдамадың?" деп сұрайтынмын. Көліктерге жанармай құйып, әрі теологиялық пікірталасқа түсетінбіз. Бәріне үлгеретінбіз. Көкейімде сұрақтар туындап, индуизмді үйрене бастадым. Индуизм христиан дініне қарағанда қызығырақ көрінді. Әулиенің соңғы күні атты шіркеудегілер біраз қатал көрінді. Олар ішімдік ішпейтін, олар кофеинді де ішпейтін. Кофе жақсы көретіндерге әлбетте қиын. Ақиқатты іздеп осы дінді үйрене бастадым. Мен тек құрғақ сенімге ілескім келмеді, маған нақты дәлелдер қажет еді. Сондай-ақ яхуди дінін де үйрендім. Сенесіздер ме? Әбу Бәкір атанғанға дейін есімім Рубен еді. Егер Голливуд киноларын көрген болсаңыздар, Рубинштейн есімін байқайсыздар. Яхудилер мені солардың бірі, яхуди деп ойлайтын. Бірақ бұл діннен де сұрақтарыма нақты жауаптарды таба алмадым. Соңында буддизмді үйрендім. Осы дінді қабылдайтын шығармын деп ойладым. Бұл дін керемет көрінді. Адамдары дүние істерімен айналысатын заманауи көрінді. Бірақ буддизмді тереңірек үйренген сайын бұл дін Құдайдың діні емес, бұл тек өмір сүретін жақсы жол екенін түсіндім. Бірде христиан дініндегі жақын досым: "Қандай діндерді үйрендің осыған дейін?" деді. Яхуди, христиан, буддизм, даоцизм, индуизм деп тізбектеп айтып шықтым. "Исламды да көрмедің бе?" деді. "Ислам? Олар террористер ғой, маған ол діннің қажет жоқ. Олардың ақылдары орында емес, ол дінге тіпті көзімнің қиығын да салмаймын", дедім. Бірақ ұзақ ойланып бір күн мешітке кірдім. Бұл менің мәңгі есімде қалады. Аяқ киімді шешпей намаз оқитын кілемді басып жүрдім. Намаз оқып тұрған бауырымның алдын кесіп өттім. Сәждеге барған кезде оның басын әдейі бастым. Субханалла, не істеп жатқанымды түсінбедім. Жан-жағыма қарадым, бір жігітті көрдім. Сіздер де оны білетін шығарсыздар. Ол Абу Хамза. Ол да осы жерде тұрып бірнеше рет дәрістер жүргізген. Мен оны Абу Даан деп атаймын. Себебі оның сақалы өте үлкен.
Ол маған қарай келе жатты. Мен ішімнен бүгін өмірімнің соңғы күні, бүгін өлетін күнім, өлген жерін осы дедім. Мен Либанис жеріндегі ақ адаммын. Мұнда не істеп жүрмін? Мен құрыдым. Сахара шөлінен келе жатқандай үлкен көйлек киген, үлкен сақалы бар адам қасыма келе жатты. Субханалла, қасыма келіп өте жұмсақ түрде: "Қайырлы күн досым, бәрі дұрыс па?" деді. Субханалла, оның жұмсақтығын көріп таңғалдым. Австралиялықтарды ренжіткім келмейді. Бірақ менің тәрбием ол менің мемлекетімнің тәрбиесі. Менің ата-анам мені атеист етіп өсірді. Ал өздері болса христиан болып тәрбиеленген. Олар әрбір жексенбі күні шіркеуге қинап болсын апарылатын. Шіркеуде өткен әрбір минутын жек көретін. Кейін біз туылғаннан бастап сен өлгесін бәрі бітеді, өлімнен кейін өмір жоқ, Құдай жоқ, бәрі бос сөз деп миымызға құйып өсірді. Алғаш Абу Хамзамен мешітте кездескенімде ол маған өте жұмсақ сыпайы мәміле көрсетті. Онымен жолыққаныма қуаныштымын. Бір күн бұрын тік ұшақты басып алғандарды көрсеткенде Абу Хамзаны көргеніме сенімдедім. Австралиялықтар қонақжай, бірақ Либанис халқы мен көрген халықтардың ішінде ең қонақжайы. Абу Хамзамен сөйлесіп тұрғанымда бауырларымыздың бірі шай дайындапты. Шынымды айтсам, әрбір 5 минут сайын дәретханаға барғым келіп тұрды. Маған шай құйып беріп, алдыма пішінай қойды. Мен бұндай құрметті көрмегенмін. Кейін пішінай үшін және дін үшін мешітке келіп жүрдім. Кейін бауырларыма сұрақтарымды қоятынмын. Поптарға, пасторларға, достарыма қойған сұрақтарымның бәрін соларға қоятынмын. Субханалла, қандай сұрақ қойсам да олар өз ойларынан жауап бермейтін. Осысы таңғалдырды. Олар Құранды ашып, "Міне, мынаны оқышы бауырым" деп сұрағымның жауабын нұсқайтын. Әрдайым солай еді. Мен басқа, оңай емес қиын сұрақтар қоятынмын. Неге әйелдер орамал тағуы керек, неге хиджаб парыз, неге мен 4 әйел ала аламын, бірақ әйелдер 4 еркек ала алмайды? Исламды үйрене бастағанда осы сұрақтардың жауабын білгім келді. Олар тек Құран арқылы жауап беретін, өз ойларына еш нәрсе қоспайтын. Өз ойларын қоспауы біртүрлі көрінген маған. Осылай келіп жүргеніме 1-2 апта болып қалған еді. Қашан келсем де бірнеше бауырым әрдайым мешітте болатын. Солардың бірін жеке шақырып, "Мына мәселе туралы не ойлайсың, жеке пікірің қандай?" дейтінмін. Сол кезде бауырым маған былай деген: "Құдайдың кітабы сөзі тұрғанда менің қандай жеке пікірім болмақ?" Осы сөз көкейімде қалып қойды. Бір күні олардан Құранды бере тұруын сұрадым. Құранға қалай болса солай емес, құрметпен қараймын деп айттым. Олар Құранды берді. Үйге апарып оқи бастадым. Бір байқағаным, жай ғана оқиға әңгімені оқып отырғанда емес, біреу маған бұйрық беріп, жол сілтеп тұрғандай ұлы сезімде болдым. Бір күні түнде ерекше оқиғаның орын алуын қаладым. Осы оқиғаны алдын айтқан едім, тағы айтамын, естігендеріңіз болса айып етпеңіздер. Шырақ жағып, терезені ашып, пердені жаптым. Рухани тылсым байланыс орнатқым келді. Ол кез Мелбурн жазының тамаша күндерінің бірі еді. Қазір түн болды деп ойлап отырдым. Мен Құраннан көптеген рухани, көптеген ғылыми дәлелдерді білетін едім. Таулардың қазық сияқты екені, әйелдің ішінде эмбрионның қалай дамитыны, бұның бәрі керемет дәлелдер, бірақ сонда да кішкентай белгіні қаладым. Жардың шетінде тұрғандай едім. Сәл итеріп жіберсе исламға қарай секіруге дайын едім. Сәл ғана итеру. Сонымен бөлмемде отырдым. Бөлмем өте тыныш еді. Мен Құранды оқып отырдым. Кейін тоқтап былай дедім: "Алла, міне, бұл менің сәтім. Мен исламды қабылдағалы тұрмын. Бірақ мен кішкентай белгінді қалаймын. Кішкентай ғана белгінді. Үлкен нәрсе емес. Мүмкін найзағай ойнатарсың, білмеймін. Кез келген кішкентай белгінді көрсетші. Саған бәрі оңай ғой, сен жерді жараттың ғой, қанеки." Жағып қойған шырағым кинодағыдай 4 метр биіктікке жетіп ауылдарым екен деп отырдым. "Ал қане, баста" дедім. Субханалла, еш нәрсе өзгермеді. Шынымды айтсам, көңілім түсіп кетті. Отырған күйі былай дедім: "Алла, бұл сенің мүмкіндігін. Мен осындамын, ешқайда бармаймын. Мен саған тағы бір мүмкіндік беремін.
күні бойы барлық нәрсені басқарып қолын тимеген шығар. Бірақ қазір кішкентай ғана белгі. Кез келген кішкентай белгіні көрсетші. Шырағымның оты күшейеді ме білмеймін. Қандай болса да бір кез келген белгі берші. Ал кеттік, баста, дедім. Субханалла, мүлдем еш нәрсе өзгермеді. Кез келген кішкентай өзгеріс белгі болса, міне осы белгі деуге дайын едім. Бірақ еш нәрсе болмады. Көңілім қатты түсті. Бұл менің исламды қабылдауға соңғы талпынысым еді. Енді бәрі бітті деп ойланып отырдым. Талпындым, бірақ Құранды ашып тоқтаған жеріме қайта оралдым. Субханалла, келесі беттегі аятта белгі сұрайтындарға жетерліктей белгілеріңізді көрсетпедік пе? Жан-жағына көз сал, жұлдыздарға қара, күнге қара, өзен суларға қара. Бұл нәрселерде ақыл иелеріне белгілер бар, делінген. Басымды бүркеп жата қалдым. Қатты қорқып кеттім. Маған жеке белгі керек деп қалай тәкаппарланғаныма сене алмадым. Айналамның бәрі белгілер екен ғой. Әлемнің болуының өзі, оның жаратылуы, оның бәрі біз үшін белгілер. Келесі күні мұсылман боламын деп шештім. Исламды үйреніп жүргеніме 6 айдай болған екен. Шахадат айтамын деп мешітке кірдім. Бірақ қандай сөздерді айту керектігін білмедім. Құптан намазына жақын уақыт кешкі 7-8 шамасы еді. Ішке кірдім. Мешітте шақты адам болғанына таң қалдым. Субханалла, мына дінге қарашы, не деген мықты дін деп ойладым. Сөйтсем Рамазан айының алғашқы түні екен. Рамазан мұсылмандары. Бос орынға отырдым, өте қобалжыдым. Орнымнан тұрдым. Бауырым, әшхаду деп айт, деді бір адам. Мен, не нәрсе, әшхаду? Ағылшынша айтсам бола ма дедім. Жоқ, арабша айтуым керек, деді жаңағы адам. Осынша мұсылмандардың алдында тұрып, бір нәрсені қате айтсам, бұл жерден тірі шықпайтын шығармын деп қайта ойладым, қорықтым. Бәрі маған тесіліп қарап тұрды. Білесіздер ме? Австралиялықтар адамға тесіліп қарамайды, бірақ либаниз адамдар тесіліп қарайды. Мен қатты қобалжыдым. Куәлік сөздерін айтып бастағанда бүкіл қорқынышым сейіліп кетті. Басымның ішіне мұздай салқын су құйғандай болды. Толық тазарғанымды сездім. Иман келтіргеннен кейін осыншама көп бауырларым Аллаху Акбар деп тәкбір айтып мен құшақтап сүйеді деп ойламап едім. Өмірімде осыншама көп еркектер мені бетімнен сүймеп еді. Бірақ мойындауым керек, бұл өте әдемі күн еді. Сол күні бауырларым саны көп болып артты, қарындастарының саны да артты. Содан бері артқа бұрылып еш қараған емеспін. Менің жанұям мен үшін қатты алаңдады. Бір күні қолыма автомат пен граната ұстап келеді деп ойлаған болар. Бірақ ислам мені адами тұрғыдан жақсырақ етіп жатқанын үйдегілер байқаған еді. Исламға келмес бұрын мен мүлде басқаша едім. Я, рас, фотоларым бар, бірақ сіздерге оны көрсетпеймін. Бұтында әскери шалбар, үстінде рокерлардың жеңсіз жейдесі, аяғымда қызыл бәтеңке. Сол кездерде өзімді кереметпін деп ойлайтынмын. Бірақ негізі ұсқынсыз жаман болатынмын. Альхамдулилля, қазір барынша жақсы, дұрыс киінуге тырысамын. Білмеңіздер. Бірде әкем мен анам мені қатты таңғалдырды. Әкем менен Құран туралы сұрады. Әкеммен тіл табысып жұмыс істеу қиын көрінетін. Және де әкем мені мақтап, сен мұсылман болғалы сен жақсы жаққа өзгердің. Саған толықтай сеніп арқа сүйейтін болдым. Көлігім бұзылып жолда қалсам сені көмекке шақыра аламын деді. Бұрынырақ әке, анау, мынау деп қашып сылтауратушы едім.